Гидролиз. Гидролиз дегеніміз бұл тұздар мен судың өзара әрекеттесу реакциясы болып келеді. Және де осы реакцияның нәтижесінде біздерде ортаның қышқылдылығы немесе сілтілігі өзгеретін болады. Енді қараңыз, осы ортаның сілтілігін немесе қышқылдылығын есептеу және сандық мәндерінде көрсету үшін біздерде pH индикаторы деген бар. pH индикаторы немесе pH-тың шкаласы бұл 0-ден 14-ке дейінгі сандар болып келеді. Егер біздерде осы 14 пен 0-дің арасындағы тура ортаны алатын болсақ, яғни центрін, бұл бейтарап орта болатын болады. Яғни судың ортасы. Өйткені, егер естеріңізде болса, судың ешқандай қышқылды дәмі жоқ, немесе біз сілтілі бүтілі дәмі шықпайды одан. Өйткені ол бейтарап ортадағы ерітінді болып келеді. Енді, егер біздер кішкене бір сол жаққа қимылдайтын болсақ, біздерде әлсіз қышқылды орта басталады. Яғни кішкене бір кислый дәм сезіле бастайды. Ал егер наоборот біздер оң жаққа қозғалатын болсақ, біздерде бұл әлсіз негіздік орта пайда болады. Көбінесе сабындар мен андай жуғыш, біз затты жуу үшін қолданатын заттарда осындай әлсіз негіздік орта болатын болады. Енді қараңыз, егер кішкене арырақ қозғалатын болса, біздерде мында күшті қышқылды орта пайда болады. Күшті қышқылды орталарға, егер естеріңізде болса, біздерде H-хлор жататын еді, H-бром дегендер, H2S4, HNO3 деген сияқтылар. Бұдан басқа, біздерде күшті негіздер деген бар. Күшті негіздер бұл көбінесе сілтілер болып келеді. Яғни калий OH, литий OH, натрий OH деген сияқты сілтілер. Әлсіз негіздердің қатарында біздерде көбінесе ергіштігі төмен, яғни суда ерімейтін негіздер жатады. Ал әлсіз қышқылдарға бұл H2, H2CO3 дегендер, H2SO3 дегендер. Бұлардың бәрі негізі мысал ретінде келесі слайдтарда табылады. Просто мен қазір түсініктемеу үшін, бәріне түсінікті болу үшін айтып отырмын. Сонымен, біздерде pH шкаласы бұл қышқылдар мен негіздердің күштілігін көрсететін индикатор деуге болады. Топ деген сияқты не? Егер 0 жаққа төмене жақынырақ болатын болса, бұл күшті қышқылды орта, ал егер 14-ке жақын болса, бұл күшті негіздік орта. Сонымен, әлсіз қышқылдардың ішінде бұл әлсіз қышқылды орта болады, күшті қышқылдарда бұл күшті қышқылды орта, ал негіздерде де тура солай әлсіз негіздік орта немесе күшті сілтілік орта болатын болады. Енді қараңыз, біздерде бұл әлсіз немесе күштілердің араласуы біздерде тұз пайда болатын болады. Өйткені қараңыз, негіз бен қышқылдың өзара әрекеттесуі бұл жерде нәтижесінде бізде тұз пайда болады, бірақ та тұзды құрастырушы элементтердің арасында біздерде әртүрлі заттар болуы мүмкін. Бұл жерде қараңыз, күшті қышқыл мен әлсіз негіз араласуы мүмкін. Немесе күшті негіз бен әлсіз қышқыл араласуы мүмкін. Немесе күшті қышқыл күшті негізде араласады, әлсіз қышқыл әлсіз негізбен араласады. Осындай араласудың кесімінен біздерде тұздар пайда болады. Енді осы тұздарды біздер сумен араластыратын болсақ, гидролиз процесі жүретін болады. Енді қараңыз, болашақта есте сақтау үшін, гидролиз бұл әлсіз негізден немесе әлсіз қышқылдан түзілген тұздармен жүретін. Яғни, гидролиз процесінде біздерде тұз кіретін болады. Тұздың ішінде егер әлсіз қышқыл немесе әлсіз негіз болмаса, гидролиз жүрмейді. Мысалға, есте сақтаңыз, біздерде жаңа күшті және әлсізде болған еді. Мынау солардың списігі. Біз бұл списікті негізіне PDF файл ретінде тағы OBT группасына салатын боламын мен әлі. Бірақ та осы жерде кішкене есте сақтауға тырысыңыз, немесе жеке телефоннан ашып қоюға тырысыңыз. Әлсіз бен күшті негіздерді егер есте сақтамасаңыз. Пока что осылай есте сақтаңыз. Қышқылдар, күштілер бұл көбінесе хайповый қышқылдар жатады. Ал әлсіз қышқылдарға бұл бізде көп қолданбайтын қышқылдар. Мысалға, H2 деген сияқты HNO2, H2S, H3PO4, H3PO3 және де күкірт қышқылының кішкентай қышқылдары H2SO3 дегендер және H2CO3. Қалғандардың бәрі біздерде күшті қышқылдарға кіріп кетеді. Көбінесе H-хлор, H-хлор2, H-бромо деген сияқтыларды біздер көп қолдана бермейміз. Сондықтан да оларды көп айтпаймыз олар туралы. Егер негіздерге келетін болсақ, негіздердің ішінде күшті сілтілер бұл калий OH-тан, натрий OH-тан күшті болып келеді, ал суда ерімейтін негіздер бұлар әлсіз электролит болып келеді. Енді қараңыз, белгілі бір мысалдарын
гидролизді қалай қолдану керек екенін көрсетіп шығайын. Қараңыз, мысалға менде күшті гидроксид бар және әлсіз қышқыл қосылған. Мысалға қараңыз, менде мына тұз негізі литий OH-тан жасалған және H2S-тен жасалған, иә? Бұл жерде біріншіден литий OH күшті қосылыс болып келеді. Яғни сонда мынау күшті, H2S әлсіз болып келеді. Енді қараңыз, гидролиз алдыңғы слайд бойынша бізде айтып едік, гидролиз әлсіз бөлшек бойынша жүреді. Сонда қараңыз, менде литий плюс S минус 2, литий бұл катион, S минус 2 бұл анион. Енді гидролиз сонда катион бойынша жүрме или анион бойынша ма? Әрине, гидролиз анион бойынша жүретін болады. Так, гидролиз анион бойынша. Енді қараңыз, біздерде бұл жерде реакция болып отқан жерде белгілі бір орта пайда болды. Мысалы, бұл жерде қараңыз, әлсіз қышқыл и күшті негіз. Сонда қайсы жеңеді? Бұл жерде орта күшті негіздік бола ма или әлсіз қышқылды бола ма? Әрине, күшті кім болады, сол жеңетін болады. Және де орта сол күштіге байланысты болады. Бұл жерде негіз күшті болғандықтан, орта да біздерде негіздік орта болады. Негіздік орта. Енді негіздік орта дегеніміз бұл pH мәнінің, естіңізде ме, бірінші слайдтарда мен айтып едім, pH мәні бұл қышқылдық пен негіздікті көрсетеді. Ол жерде 7 дегеніміз бұл бейтарап орта, ал 7-ден көп болса бұл негіздік орта, 7-ден төмен болса бұл қышқылдық орта еді. Сонда pH-тың мәні біздерде 7-ден жоғары болып тұр, өйткені негіздік орта 7-ден жоғары жақта, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 деген сияқты жақта. Сонда pH мәні 7-ден көп болады. Сонымен, мен мына жерде бүкіл гидролиздің теңдеуін жазып кете аламын тағы. Қараңыз. Литий 2S гидролизі бұл H2O пайда болады, әрине литий OH плюс H2S. Енді мынау гидролиз теңдеуі. Бұл жерде сонда гидролиз жүріп отыр осы анион бойынша. Гидролиз анион бойынша жүріп отыр. Оны жазып шықтым мында. Қарай. Әлсіз гидроксид, күшті қышқыл. Біздерде бұл жерде сонда магний хлор 2, оны сумен қосып шығайын. Гидролиз теңдеуін бірінші болып жасағым келді қазір. Магний OH 2 еселенген шығады. Плюс H хлор шығады. Бұл жерде біріншіден магний OH суда ерімейді, сондықтан ол әлсіз негіз болып саналады. Гидролиз бұл жерде сонда мына магний бойынша жүріп отыр. Магний бұл жерде плюс 2 деген тотығу дәрежесі, хлорда минус. Гидролиз сонда катион бойынша. Енді қараңыз, осы реакция нәтижесінде пайда болған ортаның қышқылдылығы немесе негізділігін табайық. Біріншіден бұл жерде магний OH әлсіз негіз, H хлор күшті қышқыл. Орта қандай болады? Әрине қышқылды болады. Қышқылды орта. Ал pH мәні 7-ден жоғары ма или төмен бе? Қышқылды ортада pH мәні 7-ден төмен болатын болады. Енді қарай. Өте все, бәрін айтып шықтым. Келесі. Натрий хлориді. Натрий хлоридін бізде гидролизға шықтайық. H2O. Пайда болады бізде әрине натрий OH плюс H хлор. Енді натрий OH қарайық. Біріншіден натрий OH бұл күшті сілті болып келеді.
және де мында ашқылау күшті қышқыл болып келеді. Бұндай жерде не істей аламыз біздер? Біріншіден, бұл гидролиз жүрмейтін болады деп айта аламыз. Бұл жерде гидролиз жүрмейді, өйткені ешқандай бөлшек бұл жерде әлсіз емес, сондықтан гидролиз де жүрмейді. Ал pH-тың мәні бұл жерде 7-ге тең болады, яғни бейтарап болады. Бүйтіп жазамыз, гидролиз жүрмейді. Так, орта мәні бейтарап. pH мәні 7-ге тең болады, яғни бейтарап ортаға тең. И мындағы реакцияны жазу керек емес еді сонда. Сонда, әрі күшті гидроксид және күшті қышқыл арасында сонда гидролиз жүрмейді. Әлсіз гидроксид плюс әлсіз қышқыл. Енді магниясы 3 деген мысал берілген, гидролизді жүргіземіз, H2O, гидролиз емес, сумен әрекеттесу реакциясын. Пайда болады біздерде магний OH2 еселенген плюс H2SO3. Енді қараңыз, мән беріңіз. Магний OH суда емейтін негіз, сондықтан ол әлсіз болады. H2SO3 бұл H2SO4 емес. Мұнау ең күшті қышқылдардың бірі, ал оның мына кішкентай інісі ол әлсіз болып келеді. Сондықтан біздерде қараңыз, екі бөлшек те әлсіз болып келеді. Бұндай жағдайда не істеуіміз керек? Бұндай жағдайда бізде гидролиз екі бөлшек бойынша жүретін болады. Яғни гидролиз катионда, анионда бойынша. Анион және гидролиз деп жазылайын мындай. Гидролиз, анион және катион бойынша. Сонымен, әрі ортамыз бірақ, егер екеуі де әлсіз болатын болса, ортамыз бейтарап болу керек. Яғни екеуі де төбелессе де бір-бірін жеңе алмайды. Бейтарап болады. pH мәні әрине примерно 7-ге тең деп айта аламыз. Сонымен, бізде бүкіл 4 сценарийді қарастырған сияқтымыз, күшті негізбен күшті қышқыл, әлсіз негізбен әлсіз қышқыл, енді күшті қышқыл мен әлсіз негіз, и әлсіз қышқыл мен күшті негіз. Сонымен 4 сценарийді қарастырылды. Енді қараңыз, біздерде индикатор деген зат бар. Индикатор дегеніміз бұл заттар ортаның химиялық қасиеттерінің өзгерген кезде өздерінің түсін өзгертетін қосылыстар. Мысалға, біздерде жаңа басында кәдімгі тұз болған еді, оны сумен араластырдық. Араластырмастан бұрын ортаның қышқылдылығы, негізділігі примерно бейтарап еді. Бірақ та сумен араластыру кезінде біздерде орта негіздік болып кетеді, немесе қышқылды болып кетеді. Кім күшті, сондай қалады. Қышқыл күшті болса, қышқылды орта қалады, негіз күшті болса, негіздік орта қалады. Енді қараңыз, индикаторлар бұндай жағдайда не істейді? Индикатор, егер орта бейтарап болса, өзінің түсін сақтап қалады. Бұл фиолетовый түс. Егер орта қышқылды болатын болса, бұл қызыл түске ауысып кетеді. Яғни лакмус өзінің түсін қызылға ауыстырады. Ал орта сілтілі болса, біздерде түс көкке ауысатын болады. Енді бұлай есте сақтауға болады. Лакмус өзінің түсі фиолетовый, F. Егер біздерде орта қышқылды болатын болса, ол қызыл түске ауысады, яғни красный. Ал егер орта сілтілі болса, ол көк түске ауысады. Орысша ол синий. Бұлай жаттауға болады, типа KFC деген сияқты. Қышқылды ортада ол қызыл, яғни красный. Бұл именно орысша жағы, типа KFC деген сияқты, красный, фиолетовый, синий. Красный бұл қышқылды орта, фиолетовый бұл бейтарап орта, синий бұл сілтілі орта деген сияқты. Тура сондай жағдай фенофталинде, бірақ фенофталиннің бір ыңғайлылығы оның бейтарап ортада және қышқылды ортада бірдей түссіз болып келуі. Ал өзінің түсін тек қана сілтілі ортада ауыстыратын болады. Яғни ол түс итоп қызғылт болып келеді. Таңқурай түсті, немесе розовый деген сияқты. Метил оранж
аты айтып тұрғандай, бейтаба бұтыда оның аты оранжевый, ал немесе сарғылт дейді оны кейбір кезде. Ал қышқылды ортада ол қызыл түсті көрсетеді, ал сілтілі ортада ол сары түсті көрсететін болады. Сонымен, ары қарай бірнеше мысалдарды келтіріп көрейік, жақсырақ түсіну үшін, тереңірек түсіну үшін. Тұздың құрамын анықтаңыз. Тұздың ішіндегі қышқыл мен негіздің қайсысы күшті екенін анықтау керек. Тәкс, оны гидролизге шотып алайық. Біздерде бұл жерде марганец, H2O, сонда марганец, OH, екі еселенген, плюс H бром шығады. Енді қарап шығайық. Біріншіден, марганец гидроксиді ерей ме екен суда? Марганец гидроксиді суда еремейді, сондықтан ол әлсіз негіз болып келеді. Бірден белгілейміз. H бром күшті қышқылдардың бірі, сондықтан гидролиз. Так, марганец бұл жерде плюс 2, бром минус, сондықтан гидролиз біздерде катион бойынша жүреді. Гидролиз катион бойынша. Ары ортамыз біздерде гидроксид, яғни негіз әлсіз, қышқыл күшті, сондықтан ортамыз қышқылды болады. Қышқылды орта. pH мәні 7-ден төмен. Текс, келесі. Натрий 2CO3, так, плюс су. Пайда болады біздерде натрий OH плюс H2CO3. Бірден айта аламыз, натрий OH өте күшті сілтілердің бірі. H2CO3 әлсіз қышқыл, сондықтан натрий плюс, мынау минус. Гидролиз бізде CO3 бойынша жүреді, яғни анион бойынша. Гидролиз анион бойынша. Тәкс, ортамыз бізде қышқыл әлсіз, негіз күшті, сондықтан негіздік орта болады. Негіздік орта. pH мәні әрине 7-ден көп болатын болады. Тәкс, келесі. Тұздың құрамын анықтаңыз, тура сол баяғы. Енді NH4 плюс фтор. H2O. Тәкс, біріншіден NH4 OH түзіледі. Плюс H фтор. NH4 OH бұл әлсіз негіздердің қатарына кіреді. H фтор да әлсіз қышқыл болып келеді. Сондықтан екеуі де әлсіз. Біздерде бұндай жағдайда гидролиз катионда, анионда бойынша жүреді. Гидролиз катион және анион бойынша. Ортамыз біздерде бейтарап болады. Ал pH мәні примерно 7-ге тең болады. Текс. Ары натрий хлор. Натрий хлор бізден көптіміз, біздерде бұл жерде натрий OH пен H хлор шығады. Екеуі де күшті қышқыл мен күшті негіз, сондықтан гидролиз жүрмейді. Бұл реакция керек емес деп те жазуға болады. Гидролиз жүрмейді. pH мәні примерно 7-ге тең. Орта бізде бейтарап. Осымен біздерде гидролиз және ортаның қышқылдылығы негізділігі бойынша тақырып аяқталады. Сіздермен бірге келесі видеода кездескенше сау болыңыз.